Кептер етінің алт ауруға емі. Тіршілік орындары барлық жерлерде кезігеді. Емдік қасиеті: тұзды дәмді, жағымды райлы, уысыз. Бүйректі қуаттандырып, желді айдайды, уды қайтарады. Басты ем болатын аурулары және пайдалануы. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бірінші, қуықтағы тасты ерітуге. Кептер балапанның етін тұз, су қоспай, күнжіт майына қуырып жейді. Екінші, қышыма бөрткенге. Кептер етін баптап қуырып, арақпен жесе, денедегі ешкі қотырға, басқалай жағымсыз әсерден болған қышымаларға ем болады. Үшінші, қызылша немесе скарлатина шығып, бала естен танғанда. Кептерден біреуін сойып, шек қарнын алып тастап, баланың кеудесіне танып қойса, аурудың беті қайтады. Төртінші, ұзаққа созылған безгек ауруына. Кептер етін буға пісіріп жегізеді. Бесінші, ауру салдарынан шөл қанбауға. Ала кептерден біреуін сойып, суға қайнатып, сорпасын ішкізеді. Алтыншы, дәрілерден уланған уды қайтаруға. Кептердің етін суға қайнатып, етін жеп, сорпасын ішеді. Назар аударыңыз, кез келген кептердің етін пайдалануға болмайды. Арнайы бапталып өсірілген және етінде аурудың бар жоғына көз жеткізіңіз. Видео пайдалы болған болса, онда туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына екен және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екен ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.